1960 жылы Сәстөбе кентінде туып өстім. Енді жалпы былай айта берсек, бұл киноға қалай келдім деген. Мен кішкентай кезімде апаммен бір ауылға қыдырып барып. Сөйтсем ол ауылда балалары үйдің жанында клуб бар екен, күндізгі сеансқа. Сояққа сонда екен. Соны мен кино не екенін білмеймін ғой. Сол үйдің үлкен кісісі мен ертіп барды да қараңғы бір бөлмеге итеріп кіргізіп жіберді. Сөйтсем ол жерде кино болып жатыр екен. Қарасам бір адам атпен шауып келе жатты маған қарай. Қолында қылышы бар. Сонымен қайтадан кірген есігіме жүгіріп далаға шықтым. Қарасам далада күн жарық, ешкім жоқ. Сол қайтадан есікті ашып сығалап қарасам, жаңа кино болып жатыр. Сөйтсем ол кино, олар кино көріп отыр екен. Сөйтсем ол кейіннен өсе келе білдім ғой, ол кино аты Чапаев екен. Шафаев туралы кино. Содан не керек? Ол кезде телевизор де жоқ. Телевизор кейін пайда болды ғой, мектепке барған кезде. Содан кейін өсе келе бұл кинода кейін өзіміздің ауылда семеншілер клубы бар. Сонда барып кино көретін болдық. Үнемі мен қызықтыратын бір жағынан маған бір секрет сияқты қалай аяқтан олар адам шығып экранда жүгіреді. Соны бір күні киномеханикке барып танысып, дядя Юра. Ол кісі маған рұқсат берді. Сол кісімен бірге кинобудка, кино көрсететін. Сол жерде түсіндім, кино пленкаға оралған кино көрсететін. Соны есеге келе енді менде арман болды, осы кино өнеріне кесем деп. Енді ол кезде жас кезде ойладым ғой, киномеханик болсам, киноның бәрін тегін көрем. Екіншіден қызық. Сонымен киномеханик оқуына бардым. Мектепті бітірген жол. Сол бір жылдық киномеханик курсын бітірдім. Одан кейін армияға кеттік. Сол өмірдегі оқып жүрген кезде мектепте мен оқу орындарында ВГИКке, мысалы, кинооператорлар дайындайтын. Соны жаңа анықтамадан тауып алып, соларға хат жаздым. Олар маған жауап берді. Қандай пәндерден емтихан тапсыру керек екен. Соған дайындалдым армияда жүрген кезде. Содан кейін осы Алматыға келіп, Қазақфильмде сценарий мастерскойда деген болған курс. Сонда как подкурс ретінде ВГИКке дайындайтын. Сонда жарты жыл оқыдым. Содан кейін ВГИКке бардым. Барлық емтиханын өттім, бірақ конкурстан өте алмадым. Сол жылы қайтадан Қазақфильмге келдім Алматыға. Оны мен оқуға алып барған Екатерина Васильевна Рубанович деген жаңа апайымыз болған. Сол кісі Қазақфильмге жұмысқа тұруға кеңес берді. Сөйтіп мен Қазақфильмге ассистент оператор болып жұмысқа орналастым. Жылда оқуға барам, жаңа ВГИКке. Жылда 3 жыл қатарынан құлап келем. Енді маған жоғарғы білім алу керек болды да, Қазақ ұлттық университетіне журналистика факультетіне оқуға түстім. Сол оқып бір курсты бітіргеннен кейін Алматыда ол кезде
театральный художественный институт болатын, қазір Жүргенов атындағы академия, сонда өнер академиясы, сонда режиссер телевидение деген факультет ашылды. Сонда оқып жүрген кезде ол 1986 жылы жаңа желтоқсан көтерілісі болды. Соған қатыстың деп мені арыз жазғызып оқудан шығарып жүрді. Сол кезде мен қайтадан Казгуге келдім де өзім заочныйға восстановить еттім де оқымды аман есен бітіріп алдым. Өмірде енді айтатын болсақ, қалай неғаны. Сол қазақ телефильмді оқып жүрген кезде жаңа театральный институттан кейін қазақ фильмге баруға бет жоқ, оқып бітірмеген. Соң қайда барам деген кезде ойлады, қазақ телефильм студиясына келдік. Ол кезде Қадырбек Шалахметов маған сондай кеңес берді. Мен Кәрім Танаевты танимын, сол кісіге барып сөйлес деп. Сол Кәрім Танаев ағамызға келіп, арыз жазып жұмысқа тұрдым. Сол кезде бір-екі ай жұмыс істеген кезде Қалил Омаров деген досым, ол да ассистент оператор болып, менен бір ай бұрын жұмысқа кірген екен. Сонда ол мен кірген кезде олар командировка кетіп қапты. Сол келгеннен кейін танысып, сол кезде армандаймыз ғой, кино түсірсек. Негізі мен режиссерскийде оқыдым ғой, бірақ жастайымнан енді мен мектепте оқып жүргенде соңғы жылдары ГПТУ жаңа училищеде оқып жүрген кезде әкем шешеме айтып, жаңа фотоаппарат, фотоувеличитель алдырып алам. Сонымен шұғылданам. Жалпы оператор жағым маған техникаға жақын болған соң оператор болып кеттік қой. Мен Мұстафа Өсермен қалай танысқаным әлі есімде. 80-ші жылдардың басында мен бір Шымкентте сапарда болған. Ол кезде менің атым осы деректі кино саласында танымал болды. Бірнеше күрделі проблемаға тікелей байланысты киноларды жасағам. Біздің өзіміздің деректі киноларды мына көрермендерге жеткізу мәселесін сол қолға алып, сонда бір ұзын бойлы, шашы бұйра қазақтың жігіті. Сұраймын, ол мына жігіт кім? Ол менің көмекшім дейді, ассистентім. Бірақ та мен байқағаным, Мұстафаны ана камераға жақындатпайды. Өзі қатал. Мен енді осы Мұстафаны аядым. Үндеген жоқпын. Бірақ та ертесіне мені автовокзалдан Мұстафа шығарып салды. Мына түрісі жүрісі бір басқаларға ұқсамайтын. Ол қыстың кезі мына бір ақ тоң киіп алған. Басында малақай жоқ. Сол жылы қыс қатты болды. Мен айттым, басыңа неге кимейсің енді? Менде жоқ дейді. Одан кейін өзі сонда жүзі жылы жігіт. Мен айттым, саны оқу керек. Мұнда сен өспейсің. Сен осы жерде болашағың жоқ. Сен Алматыға кел дедім. Мұстафаның бір жақсы бір қасиеті бар. Ол еңбекқор жігіт. Өте еңбекқор жігіт, кинооператордың өнері. Ол төменнен бастап, неге дейін, үлкен операторға дейін, тек өзің еңбектің арқасында, ынтасының арқасында. Одан кейін оқуын бітірген журналистика факультетін. Қалила екеуі олардың
адами достығы творчестволық достыққа айналып, осы деректі кино саласында қазақтың болмысына, қазақтың тарихына, қазақтың өсу процесіне, ұлттық сана сезімді ояту үшін біраз еңбек жасаған олар. Ашаршылық туралы сценарий қолыма түсті. Ашаршылықты бала кезден сезіп өскенбіз ғой. Енді ашаршылық болғанда да ана нелер тұр. Соның куәгерлері, ішінде қатысқандар. Ана Мекемтас Мырзахметов айтады. Мен дейді, қарындасымды екеуін алып келе жатқан шешем қасқырлардың қоршауына түсті дейді. Үшеуін де жеп қояды. Енді ұрпақ сақтау керек, ұлды сақтау керек. Мені алды да қарындасымды қасқырға тастап кетті дейді. Енді осындай жан түршігерлік оқиғаның куәгері айтып тұрған кезде, ол сол заман геноцид, соның куәгері алдымызда тұр. Сосын Мұстапаға айттым, енді оператор ғой. Мұнан деді, басқа еш нәрсеге алаңдамайтын етіп түсіруіміз керек. Еш нәрсеге не алмау керек. Тек қана кадрда ана куәгер и соның әңгімесі, и соның шаршап отырса да, ентігіп отырса да, сонысын ғана сезіп тұруымыз керек. Не істейміз дедім? Үйдеп тұрды, айтып отырмын ғой, ойланып тұрды. Осы деді, бір нәрсе айтам деді, егер директордың кабинетін алып бере аласың ба деді. Директорға алып бере алам дедім. Онда деді, ана қара мынандай не билюр қымбат мата, барықты, осыдан тағы да керек маған деді. Қарсаңшы, сөйтіп барып алдырып оны, ана директор картинам бар ғой, Жанат Өмірзақов деген жігіт. Сөйттік та жаңағы жердің бәрін, астына да үстіне де бәріне жаңағы қара фонд ілдік. Еще мына жарықты, бұның қоятын тәсілі де бар ғой екен. Мынау жарық оператордың қолында, кәдімгі ана сөзді әсемдеп, мысалы Мұқағали қалай сөйлейді, Мағжан қалай бір сөздің өзінен керемет бір нені береді, сондай сияқты. Операторларда үш ақ нәрсесі бар бұлардың. Қимыл, сосын жарықтың образдық көрінесі, бейнелеу, сонда бұл Мұстапа, мен, сосын Ирина Завьялова, дыбыс оператор, үшеуміз сондай бір кісіні түсіріп жаттық. Өзі белсенді болған, қазақтардың бар малын тартып алып, астығын тартып алып, кәдімгі жас комсомол болған ғой. Соны осытып істедім деп айтып тұрды ана кісі. Осы Мұстапа түсірген, Мұстапаның қолымен түсірген кадрде тұр. Және ол жерде Мұстапаның қолданбасы тұр. Айналайын досым Мұстапа, шынында біз өмірдің қалай бастап едік. Міне қазір ер азамат болып, үлкен белестің үстінде тұрмыз. Мен ризамын. Қай жерде болсақ та бармаған жеріміз жоқ қой. Бәрін көрдік. Балалы шағалы болды. Кішкентай немересі бар. Мені Құда қаласа тойына шақырды.
жалпы енді біз бәріміз ауылда өстік қой, ауылда өстік, бірақ мына киноға деген махаббатымыз Алматыға келген кезде мәдени орындарға барды, кинотеатрларға барды, адамдармен араластық. Мен сол кезде жалпы кинода режиссер деген мамандықтың бар екеніне көзіме жетті. Сөйтіп жалпы киноға ғашық болдық. Сол енді Қазақфильм киностудиясында сол курсқа барып оқып жүргеніміз кезде осы Мұстафамен таныстық. Негізінен ол кезде осы кино жанында жүрген азаматтардың бәрі басқа ұлттың өкілдері болатын, орыстар жаңағы. Сол жерде мысалы Мұстафа шынында да өзінің ерекше бала екенін, жаңағы ол киноға мысалы біз жаңа ғана келіп жатсақ, ол баяғыда мысалы сол бала кезінен сол жаңағы фотоаппаратпен айналысып, сонымен жаңағы фотоаппаратпен сурет түсіп, әбден жаңағы жалпы композиция, жалпы пленка деген нәрсенің бәрін ол кезде сол бала кезінен үйреніп өскен бала. Сондықтан да Мұстафаның өресі биік болды ол кезде, яғни оның шынында да Мұстафаның біз Москваға оқуға түсетін ешқандай күдігіміз болған жоқ. Сондықтан да Мұстафаның айналасында сол жиналып жүретінбіз. Әйтеуір қалада кездессек, жалпы кино туралы, жаңа шығып жатқан кино туралы әңгімелесіп сөйтіп жүретінбіз. Мұстафа екеуміз Жәңгір хан деген фильм түсірдік. Бұл фильм сол кезде үлкен жаңалық болды. Себебі жұрттың бәрі Жәңгір ханды ондай мысалы жаңағы ағартушы ретінде білмейтін, тек қана хан ретінде ғана білетін. Тіл махаббаттың тілсіз тіл деген сияқты өнердің тілі тілсіз ғой. Мысалы көп нәрсе мысалы деректі фильмде сен айтып үлгермейсің, оператор бәрін сенің жаңағы айтайын деп тұрғаныңды іштей сезіп, сөйтіп жаңағы көрініске айналдыру керек та. Мысалы ол қас-қағым сәтте болатын дүниелер болады. Соның бәрі мысалы кім осы Мұстафа, мысалы алғаш рет мысалы мен Мұстафа екеуміздің түсірген фильміміз өте сәтті шықты. Балауса жігіт кезімізде танысып, сол кездегі армандарымыз, сол кездегі қойған мақсаттарымыздың бәріне сол фильмдер арқылы жеттік қой деп ойлаймын. Енді әке шешеме келсек, әкем заводта жұмыс істеді өмір бақи. Шешем де заводта жұмыс істеді. Біздің ауылда цемент деген завод бар. Ол заводта цемент, әк шығарады. Акцияда шешем жұмыс істеді 25 жылдан артық. Әкем өмір бақи сол заводта қарапайым слесарь болып жұмыс істеді. Олар ешқандай өнерге адамдар емес, өнерге қатысты жоқ. Одан кейін мен Алматыда кино түсіріп, Қазақстан жастар одағының лауреаты болған кезде бізді Қазақконцерттің сахнасына тұрғызып, сонда марапаттаған. Сол кезде әке шешем ауылдан шақырып алған. Солар сол залда болды. Енді ойлаймын, балаларын сахнадан көріп керемет қуанышқа жеткен шығар деп. Өйткені осы қанша жыл сол оқудың артында жүрдік. Жаңа өнер деп кино түсірсек, 32 жасымда лауреат болдым. Ол кезде мен әлі бойдақпын. Бір жылдан кейін үйленіп, енді жаңа Раушанға рахмет, 2 ұл туып берді. Жалпы былай айтқанда, бұл өмірде қалай не істедім дегенде, жаңа өз таңдаған маманыммен жұмыс істедім. Өмір бақи армандаған жаңа оператор болсақ, кино түсірсек деген мамандықтың иесі болдық. Әйтеуір жаман жақсы киноларды түсірдік. Әлі де түсіреміз, түсіріп те жатырмыз. Жалпы алғаш тұрдық, үй соқтық, немере сүйіп жатырмыз, әлі де сүйерміз деген үміттеміз. Жалпы алға қойған мақсат армандарым орындалып жатқан деп айтуға болады. Мұстафамен 1989 жылы танысып, 1992 жылы отбасын құрдық. Мұстафа достыққа адал, шыншыл, еңбекқор, өз еңбегімен көп дәрежеге жеткен адам. Ерекше қамқор әке, үлгілі ата, өз ойын бетке айтатын адал дос. Біздің арманымыз бойдақ ұлымызды үйлендіріп, немерелі шөберелі болып, бала-шағамыздың қызығын көрейік. Арманымыз көп, асқақтай, асқар таудай.
Мустафаға тек қана жақсылық тілеймін. Зейнетке аман есен шығып, отбасының қасында аман есен жүрсін, қамқор болып, дені сау болсын.